Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Осы бүгінгі қызу талқылауға түскен біздің Михаил Шайдоров, Олимпиада чемпионы, биылғы бәрімізді қуантқан. Әрине 32 жылдың ішінде осы бірінші алтын медаль, ол деген түбі үлкен еңбектің арқасында. Сондықтан енді біз бүкіл ел болып соны бәрін құрметтеп, енді болашақта енді бұл әрине біздің осы мәнерлеп сырғанаудан тарихы мол, кезінде КСРО-дан қалған сол кезде біздің мәнерлеп сырғанаушылар көптеген жетістіктерге жетті. Қазір енді бұның әрине Михаилдың жетістігі елімізге өте қатты қуаныш сыйлады. Дегенменен осы мәселеге оралатын болсақ, әрине жан-жақтан осы әсіресе ғалымдарда қатты талқыланып жатыр, неше түрлі пікірлер айтып жатыр. Енді өзім спортшы болғаннан еркін күрестен мен еңбек сіңірген спорт шеберімін, 3 Олимпиада ойындарына қатыстым. Спортта деген тәжірибеміз өте үлкен. Қазір осы атқарып жатқан жұмыс республика спорт колледжді басқарып жатырмын 2 жыл. Әрине осы тәуелсіздік егемендік алғаннан бастап біздің спортшыларымыз енді ауыз толтырып айтатындай бар. Жеңістері басында біз жарысқа шыққан кезде кезінде қай елден, қай жерден келдіңдер деп танымайтын, шын айтса. Үлкен жеңістердің арқасында еліміз танымал болды. Енді спортты бәріміз білеміз, спорт тек тәртіптің арқасында, тәртіп болған жерде нәтиже болады. Енді Бауыржан Момышұлы атамыз атап кеткендей, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды дейді. Сондықтан бұл мәселе әрине ешқандай бұның проблемасы жоқ, бұл жай ғана отырып сөйлесетін мәселе. Дегенменен спортшыларға енді әрине біздің спортшылар үлкен жеңістер Олимпиада ойындарынан оралған кезде үлкен сый-сияпат, құрметпен қабылдап аламыз. Оларды енді әрине біздің халықтың салығынан төленетін ол енді. Қазір министрлік алба бұл ақшаны жан-жаққа шаша берсе, ол не болады ертең? Оларда оның да сұрауы бар ғой. Ертең көптеген мысалы тексерістер болады. Оның ақшаны қайда жұмсадыңдар, ертең нәтиже болмай қалса, мынау салаға неге бөлмедіңдер деген мәселелер көп. Ынтымақ, бірлікке шақырғанда енді әрине ары қарай біздің спортымыз ары қарай дамиды. Енді министрлік тарапынан үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Әрбір министрдің өзінің ерекшелігі бар, әрбір дәуірдің бір ерекшелігі болады. Сондықтан енді қазір осы Ербол Қуантайұлы Мырзабұсынов келгелі бері осы спортшыларға үлкен мүмкіндік беріліп жатыр. Жан-жақта. Ол да қызу талқылауға түсіп жатыр. Неге ол спортшыларға көптеген мүмкіндік беріліп жатыр? Әрине спортшылар андай үлкен тәжірибемен қайда барады олар? Спорт саласына барып жұмыс істеу керек, тәжірибесімен бөлісу керек, ақыл кеңесін айту керек жас буынға келетқан. Олар істемейді, кім істейді? Әлде олар спортшылар бар қылмыс тобын толтыру керек па? Қалай сонда? Рухтары жоғары болу керек. Әрине жаратушыға сыйыну керек, бағыну керек міндетті түрде. Еңбек ету керек, оның бәрін үлкен нәтижеге жету үшін. Сондықтан жақсыны жақсылмайды, нұры тасысын дейді. Сондықтан айтатын нәрсені айту керек. Біздің министрімізге қолдау көрсетіп, осыны келгелі бері үлкен көптеген өзгерістер болып жатыр, былайша айтқанда спортта. Баршаңызды осы алаңдатпай, осы мәселені дұрыс шешуге барлықтарын шақырамын. Сондықтан баршаңыздан бірлікке, ынтымаққа шақырамын. Әрдайым елімізді қолдап, біздің спортшыларымызды қолдап, ешкім далада қалмайды, жақсы жұмыс атқарылады, ары қарай бәрі дұрысталады деп ойлаймын. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын арқасында. Алға Қазақстан!